Сәлем достар, үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат 10 балға жетелейтін бағалау әдістерін ұсыну. Сонымен бірінші әдіс. Білім баспалдағы деп аталады. Бұндағы идея балалар әр тапсырманы орындаған сайын баспалдақ арқылы алға жылдып, ең жоғары баспалдаққа жетеді. Қалай жұмыс істейді? Әр тапсырмаға 1, 2, 3 балл беріледі. Оны енді мұғалім өз қалауы бойынша. Сабақ соңында оқушы қай баспалдаққа жеткенін көріп, нәтижесінде шекті 10 балға қол жеткізеді. Мұғалім соңында оқушыны мақтау керек, міндетті түрде сен бүгінгі білім баспалдағын биігіне жеттің деп мадақтау керек. Яғни осы білім баспалдағын бір апта бойы пайдаланса тиімді болады деп есептеймін өз басым. Себебі бала қай күні қандай баспалдақта болғанын, өскенін немесе кемігенін көріп отырады. 1, 2, 3 балды еншілеу ол мұғалімнің құзыретінде. Келесі бағалаудың түрі жұлдызды бағалау. Идеясы оқушылар сабақ бойы жинаған жұлдыздар саны арқылы бағаланады. Қалай жұмыс істейді? Әр дұрыс жауап үшін 1 жұлдыз беріледі. Сабақ соңында жұлдыздар саны есептеледі. 19 жұлдыз жинаған бала лидер, 8-7 жұлдыз жинаған бала жұлдыз, 6-5 жұлдыз жинаған бала жұлдызша деген сияқты. Балалардың білімі креативті түрде бағаланады деген сөз. Келесі бағалаудың түрі ойын картасы. Идеясы қандай? Сабақ басталғанда әр балаға 10 нүктеден тұратын ойын картасы беріледі. Қалай жұмыс істейді? Әр дұрыс жауап берген сайын картадағы нүкте боялады. Сабақтың соңында боялған нүктелер саны олардың шекті 10 балға қаншалықты жақындағанын көрсетеді. Келесі бағалаудың түрі бағалау пирамидасы. Оқушылар сабақ соңына дейін пирамида құрастырады. Қалай жұмыс істейді? Сабақ соңында блок жиналса 10 балға тең болғаны. Әр дұрыс жауап үшін пирамидаға 1 блок қосылады. Енді бұл жағдайда осындай пирамиданы балаларға алып беру міндет емес. Бұны түрлі түсті қағазбен, ар жағы желімделетін түрлі түсті қағаздар, картондар болады. Болмаса қағазға шығарып боятуға да болады. Енді бұл сіздердің өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай. Бұл әсіресе төменгі сыныптарға өте пайдалы қызығушылықты оятады. Келесі гүл жинау. Идеясы сабақ соңында әр балаға 10 гүлден тұратын сурет беріледі. Қалай жұмыс істейді? Әр тапсырманы орындаған сайын гүлдің бір бөлігі боялады. Толық боялған гүл 10 балға тең, жартылай боялғаны сәйкесінше 5-9 бал деген сияқты гүлдердің боялған санына байланысты бағалап отырасыз. Келесі табыс шеңбері. Бұл жерде әр дұрыс жауап берген сайын шеңбердің бір бөлігі боялады, бос шеңбер бөлікке айналады. Шеңбер толған кезде бала шекті 10 балды алады. Прогресс картасы. Идеясы сабақ бойы орындаған тапсырмалары прогресс ретінде көрсетіледі. Қалай жұмыс істейді? Әр тапсырмаға 1-3 балл беріледі. Балалар саны өз картасына белгілеп отырады. Сабақ соңында әр оқушы шекті балды есептеп, нәтижесін көреді. Нау табыс шеңберіне енді ғана бір ой келіп отыр, барлығын бірдей бояй бермей, керісінше жасауға болады екен. Болады деп ойлап отырмын дәл қазір. Индуктивті әдіс, дедуктивті әдіс деген бар ғой, жалқыдан жалпыға өту деген сияқты. Керісінше сіздер балаларға 10 бөліктен тұратын шеңберді беріп, әр тапсырманы орындаған сайын ол алып тастап отырса да болады екен. Сонда мейлінше қолында табыс шеңберінің бөліктері қалмау керек қой. Келесі сиқырлы қорап. Бұның идеясы әр баланың сабақ бойы жинаған ұпайлары сиқырлы қорапқа мұғалім өзі салып отырады. Қалай жұмыс істейді? Әр дұрыс жауап үшін 1 балл немесе 3 балл аралығында ұпайлы қағаз алынады. Сабақ соңында қораптан қағаздарды санап, оның балын біледі. Яғни әр мұғалімге кішкене жүк болады, бірақ өте қызық, себебі былай жасауға болады бұл әдісті. Балалар қанша бал алғанын білмей, сабақтың соңында білсе өте қызық болады. Және де сол бір стикерлерге баласының атын, мысалы Әйгерім бұл тапсырмада 2 бал жинады, 3 бал жинады деген сияқты салып отырады. Соңында есептейді. Біраз уақыт алу мүмкін, бірақ балалардың қызығушылығын арттыратыны сөзсіз. Сонымен осындай сіздердің назарларыңызға бағалау түрін ұсынып отырмын. Каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Егер де презентация қажет болып жатса,
жекеге шығып хабарласуларыңызға болады. Телефон нөмірін описаниеға қалдырамын.